Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 8 сынып оқушыларының химия пәнінен БТС емтиханын талдайтын боламыз. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. How many atoms of iron are in мынанша моль дейді. Так, біз атомдар санын есептеу үшін мольді, яғни n, умножен на число Авогадро. Число Авогадро бізде 6.02 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең. Осыны осынша мольға көбейтсек, бізде 6.02 көбейтілген 10-21 дәрежесіндегі атомдар саны шығады. Екінші сұрақ. Which of the following describes the atomic structure of hydrogen? Так, it has one proton, no neutrons and one electron. Ответ осы болады. Не үшін бұл? Яғни водородта бір протон, яғни бір электрон бар. Оның санын біз atomic numberға қарап қоя аламыз. Atomic number деген периодтық кестеде қаншаншы болып кездеседі. Оны біз мына жерге қарап білеміз. Нейтрон санын жоқ бізде гидрогенде. Не үшін? Потому что нейтрондар санын біз малярный массадан atomic numberді алып тастап таба аламыз. Бірден бірді алып тастап 0. Яғни ответ А. Calculate the molar mass of ferrum NO3 трижды. Так, веществоның малярный массасын табу үшін жай ғана элементтердің малярный массасын қосып шығамыз. Феррум бізде 56-ға тең, плюс N 14, ол индекс 3 бар, көбейтілген 3, плюс кислород көбейтілген индекс 3-і, яғни еще сыртында тағы 3 көбейтеміз. 56 плюс 42 плюс 48 көбейтілген 3, 144. Бұның бәрін қосып шықсақ 242 грамм на моль. Төртінші сұрақ. How many moles are there in 4 grams of metan? Мольдің формуласы N тең масса деленное mR деген формуламен анықталынады. M деген бізде масса, mR деген малярный масса. Бізде масса берілген, CH4-тің малярный массасын өзіміз есептеп алсақ болады. 12 плюс 4 көбейтілген 1 тең 16 грамм на моль. Малярный масса ол. 4-ті 16-ға бөлсек 0,25 моль. Ответ А. Бешінші есеп. If a sample contains наншама молекула of the oxygen gas, what is its mass? Бағана айтпақшы, молекула санын қайтпен Авогадро санына бөлеміз. Сол кезде моль шығады бізде 18-де 0,6 көбейтілген 10-23 дәрежесі 23 бөлінген 6.02 умноженное на 10-23 степень. Ол бізге 3 мольға тең болады. 3 моль. 3 мольда оксигеннің малярный массасына көбейтеміз. Яғни малярный массасы бізде 32. Ол бізде 96 грамм. Ответ да. Келесі сұрақ, 6-шы сұрақ. Which phase change involves a decrease in the kinetic energy of particles? Кинетическая энергия бізде deposition да төмендейді, freezing да төмендейді, condensation да төмендейді. Бұл үшеуінің бізде ответте condensation ғана екен. Ответ С. Given the reaction дейді. How many moles of phosphorus are required to complete a react with 0,6 mole of calcium дейді. Бізде кальцийдің моль берілген, фосфордың молін табу керек. Кальцийдің моль 0,6. Оны біз коэффициенттерге қарап қойсақ болады. Кальцийдің моль 0,6 болады, коэффициент 3 кесе, фосфордың коэффициент 2, сол кездегі моль табу болады. Пропорция арқылы x тең 0,4. Ответ А. Так, how does carbon dioxide contribute to the greenhouse effect? Так, бұл сіздердің кітаптарыңызда жазылу керек. Жылулықты атмосферада ұстап тұрады да, оны
пространствоға шығармайды. И ол ответ Б. What's the mass of oxygen gas required to react completely with 2 grams of hydrogen gas to produce water? Бізде реакция уже беріліп болған, и ол уже теңестірілген тағы, и бізде тек қана O2-ның массасын табуымыз керек. Бізде hydrogen массасы берілген 2 грамм, соң арқылы моль тауып алсақ болады. Тең 1 моль, ол hydrogenның молі, ал кислородтың молі біз ол коэффициент арқылы табамыз. 1 моль ол коэффициент 2 болған кезде, и коэффициент 1 болған кезде бізде ол 0,5-ке тең. И осы 0,5 мольда малярдың массасына көйіп, массасын табамыз. Малярдың массасы O2, 32, ол тең 16 грамм. Ответ да. How many liters of CO gas at STP are there in 14 grams of CO2? Так, STP дегеніміз сразу айтып кетейік, нормальный условия. Нормальный условия кезінде бізде бір формула бар. Объем арқылы моль табу, яғни N равно объем деленный на 22-де 4. Бұл тек қана газдарға арналған формула. Бізде CO, бізде газ. И бізде CO-ның массасы берілген. Оны екінші формула арқылы табамыз. Масса деленный на малярный масса 14 грамм. Деленный на малярный масса CO-да бізде 12 плюс 16, 28. Тең 0,5 моль. И 0,5-ті 22-де 4-ке бөлсек, бізде CO-ның объем шығады. Тең 11-де 2 литр. Келесі сұрақ. Авогадро законы. Так, Авогадро законы ол не туралы айтады? Авогадро айтады, короче, бізде когда давление и температура одинаковый кезде, объем мен молекула саны бірдей дейді. И ол бізде Б. Яғни, айтпақшы еще, ол газовый состояниеде болды. Нақты дәл сондай зат бар, бірақ ол жидкий состояние, бұл жидкий состояние келмейді. Тек қана газдарға арналған закон. Ответ Б. Calculate the volume of oxygen gas required to burn 2 liter of propane at the same condition. At the same condition деп тұр, яғни бұл жерде біз бағана Авогадро закон қолдансақ болады, яғни молекула саны мен объем саны бірдей. Если C3H8 коэффициент 1 болған кезде объемы 2 литр болса, коэффициент 5 болған кезде біз кислородтың объемын тауып алсақ болады. Жай ғана пропорция 10 литр. Ответ да. Relative density of unknown gas X with respect to helium is 4. Which gas X could be? Так, бізде какой-то бір газ бар дейді, ол X дейді. И оның относительный плотность по гелию берілген. Относительный плотность деген сол газдың малярный массасы, то есть малярный масса X, деленная малярная масса бізде относительно газа гелийге. Гелийдің малярный массасы. И сол кезде біз 4 деген санды шығардық. И мынаның малярный массасын табу үшін біз 4-ті гелийдің малярный массасына көбейтеміз. 4 гелийгі малярный масса 4 тең 16 грамм на моль. Бұл X-тің малярный массасы, молар масса. И бұл бізде тек қана Б болады. H2 бізге 2 грамм на моль, CH4 16, CO 28, O2 32. Ответ тек қана Б болады. Қайттан сол бағана относительный плотность. Бұл жерде айтып тұр, what's the relative density of gas X in the balanced reaction below with respect to hydrogen? Яғни, малярный масса X-ті біз малярный масса hydrogen қоймыз, яғни 2-ке. Сол кезде ответ табамыз. Бірінші енді біз X-тің малярный массасын табуымыз керек. X-тің малярный массасын табу үшін біз мына жерде закон сохранения массын қолданамыз. Яғни масса
сумма реагентов равна массе сумме продуктов. Яғни мынаның массасына тең болу керек. NH4, NO3 бізде 14 плюс 4 18, 18 плюс 14 плюс 48 тең 80 грамм мол. И мына жақта H2O бар. 18-ді 2-ге бөлсек 36. Яғни 80-нен 36-ны айырып тастаймыз. Бізде 44 шығады. И ол X-тің малярный массасы. И сол 44-ті біз еще 2-ге бөлуіміз керек. Тең 22. Ответ да. What's a product of incomplete combustion of carbon containing fuels? Incomplete деп тұр. Incomplete деген бізде реакция горения до конца болмады деген сөз. Біз үйреніп қаламыз, когда там мысалы CH4 деген бір fuel болсын, и оны реакция горения болған кезінде жазамыз ғой CO2 плюс H2O деп. Бұл кезде ондай болмайды. Бұл до конца жүрген кез, то есть complete combustion reaction. А incomplete кезінде CO2-ның орнына CO шығады. Сол үшін ответ А. What happens to the surrounding during an endothermic reaction? Эндотермическая реакция дегеніміз ол когда реакция кезінде, то есть теплота өзіне қарап впитывать еткен кез ғой. Мысалы, бір реакция жүреді, и ол реакция жүру үшін біз оны қыздыруымыз керек та. И сол үшін окружающая средада температура төмендейді. Яғни эндотермик реакшнда, когда Q минус болған кезде температура төмендейді. Значит, the temperature decreases. Which of the following statements are correct about hydrogen? Бірінші statement, hydrogen is the most abundant element in the universe. Yeah, hydrogen бізде Вселенныйда ең часто встречаться ететін элемент. И еще екінші statement, reaction of active metals with acid gives hydrogen gas. Yeah. Мысалы, натрий какой-то бір асидпен реакцияға түскен кезде, бізде мысалы натрий хлор плюс H2 шығады. И любой активный металлмен кислота реакцияға түскенде бізде H2 по-любому шығады. И бұл statement тоже дұрыс. Значит, ответ 17. Кытса. What is the sum of all coefficients in the reaction of hydrogen with H2 to form water? Так, реакцияны жаза салайық. H2 плюс O2 тең H2O. Реакцияны теңестіруіміз керек үшін, мына жақта бізде O2, коэффициент 2, мына жақта тоже 2. 2 плюс 2 тең 4. И еще бізде мына жақта жазбасақ та 1 деген коэффициент қоямыз. 1 қоямыз, тең ответ С. Which role describes what happens during exothermic reaction? Бағана endothermic reaction'да айттық. Ол кезде энергия впитываться етіледі. Энергия, теплота впитывать ететін реакция бар. А мына жақта теплота наоборот выделяться етеді. Яғни energy transfers to the surrounding. И еще плюс temperature of the reacting mixtures increase. Реакция жүрген кезде теплота шығады. Из-за этого он раствор өзлігінен өз қызады. И ответ Б. Так, соңғы сұрақ, 20-ші сұрақ. When solid substance X is interested to dilute sulfuric acid, it produces a gas that emits a pop sound when tested with a lighted splint. Pop sound дегеніміз мына жақта газ шығып жатыр дегенді білдіреді. Яғни CO2, скорее всего, ол газ. И мына жаққа қарасаңдар да білсеңдер болады, что газ шығатын. Мынау трубочка газ ұстап қалу үшін арналған. И қараңдар. Мына жақта қай вещество сульфурик асидпен реакцияға түскен кезде газ шығады. Кальциум карбонат, яғни кальций CO3. Кальций CO3 мысалы H2SO4-пен былай реакция түседі. Кальций SO4 плюс CO2 плюс H2O.
осы дәректі жет, и осы CO2 бізде 90 шығады. Ответ С. Сонымен біздің тест талқылап біттік. Сау болыңдар.